Ұлы даланың ұранына айналған, ерлік пен елдіктің жыршысы, батыр, жырау, Ақтамберді Сарұлының туғанына 350 жыл. Ардақта ғайын құрметті қонақтар, ұлы баба рухына тағзым етіп, оның өнегелі өмір жолын ұлықтау мақсатында Абай облысы Аягөз ауданында 25-26 шілде күндері ұйымдастырылатын мерейтойға баршаңызды шақырамыз. Ақтамберді Сарұлының 350 жылдығына арналған мерейтойдың бағдарламасы аясында төмендегі іс-шаралар өтеді. Бәйге, аламан бәйге, бас жүлде, танк 300 автокөлігі. Топ бәйге, бас жүлде, чанган автокөлігі. Жорға жарысы, бас жүлде, чанган автокөлігі. Аягөз арғымағы бәйгесі, бас жүлде, чанган автокөлігі. Қазақ күресі, өгіз палуан, бас жүлде, чанган автокөлігі. Түйе палуан, бас жүлде, чанган автокөлігі. Дәстүрлі садағату республикалық сайысы, бас жүлде, кобальт автокөлігі. Аударыспақ, 80 келіге дейін салмақ дәрежесі, 80 келіден жоғары салмақ дәрежесі. Елдікті жырлаған Ақтамберді атты жыр мүшәйрасы, бас жүлде 1 миллион теңге. Және Қазақстанның өнер жұлдыздарының қатысуымен өтетін гала концерт ұйымдастырылады. Концертке Тоқтар мен Бейбіт, Төреғали Төрәлі, Қуандық Рахым, Алатау серлері, Қадырғали Көбентай, Ершат Қайырхан, Ерлан Рысқали, Дін Исламбек Жайлаубай, Мейір Қайрат және басқа да өнер жұлдыздары қатысады. Ұлы даланың ұраны болған Ақтамберді баба рухына тағзым етуге, ерлік пен елдіктің салтанатын бірге сезінуге, тарих пен тағлым тоғысқан ұлы мерекенің куәсі болуға шақырамыз. Ақтамберді рухы, ұлт рухы.